мен маңыздырақпын. Адам сау және күшті болуы керек. Жоқ, адамның ақылы, тәрбиесі маңызды. Қайтадан дауласып жатырсыңдар ма? Қанша айтамын? Адамның толық жетілуі үшін екеуің де теңдей қажетсіңдер. Иә, балақай, қайдан жүрсің? Мен бе? Мен қайдам өзі? Сен педагогика еліндесің. Мұнда тәрбиенің екі баласы жан мен дене өмір сүреді. Жаңа сіз, адам екі тәрбие тең болса ғана толық адам болады деді. Ол қалай? Дұрыс естігенсің. Дене тәрбиесі түсінікті, ал жан тәрбиесі ақыл, сезім, қайрат көріністерінен тұрады. Қазақтың данышпаны Абай бұл үш тапты ақыл, жүрек, қайрат деп атайды. Біз бір заттар яки көріністер арасындағы байламды яки айырманы табамыз. Бұл ақыл ісі. Біз қайғырамыз, қуанамыз. Бұл ішкі сезім ісі. Біз бір істі істемекші боламыз. Бұл қайрат ісі. Мұғалім, сұрақ қойсам бола ма? Иә, Ермек, айта бер. Педагогика кітабында айтылған дене мен жан тәрбиесін қалай дұрыс тәрбиелеуге болады? Өте жақсы сұрақ қойдың. Дене тәрбиесі адамның денсаулығын нығайту, спортпен шұғылдану, дұрыс өмір салтын ұстану арқылы қалыптасады. Ал жан тәрбиесі ше? Жан тәрбиесі адамның ішкі мәдениеті. Ол адамгершілік, мейірімділік, үлкенді құрметтеу, кішіге қамқор болу сияқты қасиеттер арқылы дамиды. Сонда осының бәрін қалай үйренеміз? Оның жауабын Мағжан Жұмабаевтың педагогика кітабынан табуға болады. Педагогика тек мұғалімдерге ғана емес, әрбір саналы жасқа керек ғылым. Бұл кітапты оқу арқылы сен өзіңді түсінуді, өзгелермен дұрыс қарым-қатынас жасауды және білімге деген қызығушылықты арттыра аласың.